Салахаддин Юсуф ибн Аюб 1137 жылы Ирактың Тикрит қаласында дүниеге келген. Оның әкесі сюлжүктер көсемі Зангидің әскери қолбасшысы болған. Салахаддин 7 жасқа толғанда ол отбасымен Ливанға көшіп кетеді. Кейін әкесі сол жердің бір қамалының басшысы болады. Салахаддин өсе келе ислам заңдары, математика және түрлі философия сияқты ілімдерді оқып үйренген. Ол сондай-ақ әскери өнерді, соның ішінде садақ пен жебені қалай пайдалану керектігін, семсермен қалай күресу керектігін және шайқаста атпен шабудың түрлі әдістерін үйренді. Тарихта Салахаддин мықты жауынгерлердің бірі болған. Оны халқы ұлы қорғаушы, ең әділетті деп мадақтаған. Оның есімінің соңғы бөлігі Салахаддин. Еуропалықтар Саладдин деп қысқартып айтады. Салахаддин ең алғаш әскери мансабын 14 жасында ағасы Ширкухқа жұмысқа кеткен кезде бастаған. Ширкух мұсылмандар көсемі Нураддин армиясының жоғарғы дәрежелі қолбасшысы болған. Салахаддин өз уақытын Ширкухқа көмектесуге және шайқас пен саясат туралы білім алуға жұмсады. 1169 жылы Ширкух пен Салахаддин Еуропадан келген кресшілермен күресу үшін өз әскерлерін Мысырға барды. Олар сол жерде кресшілерді жеңген болады. Ол кезде Египетті басқарған исламдық Фатимидтер династиясы болады. Ширкух пен Салахаддин Египетте қалды. Олар Фатимидтерге көмектесеміз деп мәлімдеді. Бірақ олар шынтуайтында Мысырды өз бақылауына алуды көздеді. Ширкух қайтыс болғаннан кейін Салахаддин әскерді толық өз бақылауына алды. Көп ұзамай Салахаддинді Фатимидтер әмірі Нураддин Египеттің басшысы қылып тағайындайды. 1169 жылы Ширкух пен Салахаддин Еуропадан келген кресшілермен күресу үшін өз әскерлерін Мысырға барды. Олар сол жерде кресшілерді жеңген болатын. Ол кезде Египетті басқарған исламдық Фатимидтер династиясы болатын. Ширкух пен Салахаддин Египетте қалды. Олар Фатимидтерге көмектесеміз деп мәлімдеді. Бірақ олар шынтуайтында Мысырды өз бақылауына алуды көздеді. Ширкух қайтыс болғаннан кейін Салахаддин әскерді толық өз бақылауына алды. Көп ұзамай Салахаддинді Фатимидтер әмірі Нураддин Египеттің басшысы қылып тағайындайды. 1174 жылы Нураддин қайтыс болды. Бұл таяу шығыстағы билікке деген талас тудыртты. Әртүрлі ислам топтары билігі үшін күрес бастады. Салахаддин өзінің әскерін Дамаске апарып Нураддиннің позициясын талап етті. Ол 12 жыл бойы аймақты біріктіру үшін басқа ислам топтарымен күрес жүргізді. 1186 жылға қарай Салахаддин бөлік шығарған барлық ислам топтарын тізе бүктірді және мемлекетті толықтай өз бақылауына алды. Кейін ол өзінің саяси іс-қимылын Иерусалимді билеп тұрған кресшілерге бұрды. Сол уақытта Еуропадан келген кресшілер Иерусалимді христиандардың қолына ұстап тұру үшін әртүрлі мұсылман елдермен күрескен болатын. Салахаддин осы кресшілерді таяу шығыстан қуып шығып Иерусалимді өз бақылауына алуды мақсат қылды. Салахаддин оларға соғыс ашып, кресшілер армиясына тұзақ құруға кірісті. Олар ең алдымен кресшілер әскері басқарған Тиберия қамалының жері қатал әрі құрғақ екенін біліп, Тиберия қаласына шабуыл жасады. Кресшілер әскері ол күткенде әрекет етіп Тиберияға қарай жорық бастады. Кресшілер әскері Тиберияға жете алмай шаршап шөлдеген кезде Салахаддин бүкіл күшімен кресшілер армиясына шабуыл жасайды. Салахаддин мен оның әскері сол шайқаста кресшілерді жермен жексен етті. Бұл оған Иерусалимді жаулап алуына жол ашты. 1187 жылы Салахаддин кресшілер армиясын жеңгеннен кейін Иерусалимге аттанды. Оның әскері қаланы қоршап қабырғаға жебелер мен катапульт тастарын атып бастады. Соғыс бір аптаға созылып, ақырында қала өз еркімен берілді. Салахаддин жеңіске жеткеннен кейін келесі бір жыл ішінде кресшілер аймағының көп бөлігін басып алды. Еуропадағы христиандар кресшілердің жеңіске ұшыраған және Иерусалимнен айырылғанын естіп, олар король Ричард Арстанның басшылығымен 3-ші кресш жорығына аттанды. Әскери мансабына бірінші рет Салахаддин Акрет және Арсуфта шайқасында ірі жеңіліске ұшырады. Үлкен жеңіске жеткен кресшілер көп ұзамай Иерусалим түбінде соғысып, үлкен шығынға ұшырап, Иерусалимді ала алмайтындықтарын түсініп, Салахаддинмен бітімгершілікке келісті. 1192 жылы олар Иерусалимді мұсылмандарға қалдырып, бірақ жергілікті христиандардың қауіпсіз өмір сүруіне мүмкіндік беретін Джаффа келісіміне қол қойды. Салахаддин 1193 жылы 4 наурызда келісімге қол қойғаннан соң бірнеше айдан кейін ауруы асқынып қайтыс болды. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.